أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم. Bizler Peygamberlik Vesiyetler деген kitapten екінші өсиеттің ортасына келген болатынбыз иншаллах. وكان سيدي أبو الحسن الشاذلي رضي الله عنه يقول Шазули тарихатын құрған үлкен ғалымдардың бірі, сопылық тарихатын құрған Абул Хасан аш-Шазули деген кісі былай деп айтқан екен: لا تكمل عبادة فقير حتى يصير يشاهد المشرع في كل عبادة عملها. Адам баласының ғибадаты әрбір жасап атқан ғибадатында Алла тағаланы көріп тұрғандай деңгейге жетпейінше, оның ғибадаты кемел деңгейге жетпейді деп жатыр. Кемел болмайды оның ғибадаты. Яғни يعملها بحضرته على الكشف والمشاهدة. Yani хадра дегеніміз шын мәнінде Алла тағаланың алдында тұрғандай деңгейде, яғни алал кашфи вал мушахада дегеніміз осындай деңгейге жетіп амал етпейінше деген сөзді. Ла алал имани вал хижаб. Ал иман вал хижаб дегеніміз иман еттік, бізді Алла тағала көріп тұр құлшылығымызда. Бірақ бізде әлі хижаб бар да, ұмытып қоя береміз ол нәрсені. Есімізден шығып кете береді ол нәрсе. Бұндай деңгейге емес, шынайы Алла тағала көріп тұр деген халде, мен Алла тағаланы көріп тұрмын дегендей деңгейге жетіп құлшылық жасамайынша, бұның ғибадаты кемел бола алмайды дейді. Сумма қала фаин қала қаилун. Сосын мынандай сөз айтып жатыр. Егер маған бір адам мынандай сұрақ қоятын болса, ма далилука ала залика. Бұған дәлеліңіз қайда? Біз жаңа айтып кеттік қой. Әрбір амалымызда Құранға және хадиске не істеген болу керек? Сүйенілген болуымыз керекпіз. Ал бұл кісі не деп жатыр? Алла тағаланы шынайы көріп тұрған деңгейде, яғни көріп тұрмын деп шынайылықпен құлшылық жасамайынша, бұл кемел деңгейге жете алмайды деді. Бұған дәлелің қане деп біреу сұрайтын болса, құлна лаху, мен оған былай деп айтамын дейді. Қад раайту набия саллаллаху алейхи ва саллама фи вақиатин минал вақаи. Бір белгілі бір сәттердің бір күні, яғни күндердің бір күні пайғамбарымызды көрдім дейді. Пайғамбарымызды жолықтырдым деп жатыр. Шынайы көрдім деп жатыр, өңімде көрдім деп жатыр. Фақулту лаху я расулаллах. Сосын оған айттым дейді, я Алланың елшісі, ма хақиқату мутабаатика фил амали ала муафақати шариатика. Шынайы деңгейде амал етуде шариғатыңа, сен түсірген шариғатыңа сай болып саған ерудің ақиқаты неде деп сұрадым дейді. Фақал, сол кезде Алла елшісі маған былай деп айтты дейді. Хия ан та'малал амала ма'a шухудика ал-мушарри'a халал амал. Амал жасап жатқан кезде, құлшылығыңды жасап жатқан кезде, мушарри', яғни Алла тағаланы көріп тұрған халде амал жасауың деп айтты. Ва ма'ал амал. Халал амал дегеніміз амал жасайтын халде. Ма'ал амал дегеніміз амал жасап жатқан кезде. Одан кейін ва бa'дал амал, амал жасап болғаннан кейін де. Yani бүкіл halde Allah Teala көріп тұр деген деңгейде болу. ويحتاج من يريد العمل بهذا العهد إلى الإحاطة بأدلة جميع المذاهب المستعملة والمندرسة وأقوال علمائنا. Қараңыз, бұл өсиетке амал еткісі келген адам барлық дәлелдерді жақсы білу керек. Yani бүкіл хадистерді білу керек бұл адам. Біздер қазір жаттап алған 3 хадис, 4 хадисті біліп, бір адам бір сөз айтатын болса, бұл пайғамбарымыз айтпаған деп айтудан сақ болуымыз керекпіз. Ғұламалар осындай мәселеде пайғамбарымыз бұл нәрсені айтпаған деген сөзде де, пайғамбарымыз айтты деген сөзден қалай сақтанатын болса, пайғамбарымыз айтпаған деген сөзден де сондай деңгейде сақтанатын болған. Мысалға кейбір ғалымдар бір хадисті өмір бойы іздеп таппаған. Өмірінің соңына дейін іздеп таппай, соңында не деп айтады? Мен осындай хадисті естідім, бірақ бұл хадисті таппадым деп айтқан. Қараңыздар, бұл өте жоғары деңгейдегі әдебі. Бұл не деген сөз? Бұл хадисті айтқан үлкен ғалымдардың біреуі. Бірақ бұл кісі өмір бойы іздеді, таппады. Бұндай хадис жоқ деген жоқ. Өйткені адамның білімі, ақылы шектеулі ғой. Мен таппадым, бәлки менен кейін бір адамдар таба алатын шығар деген мақсатты айтқанда. Көрдіңіздер ме? Сондықтан бұл адам бүкіл дәлелдерді білу керек деп жатыр. Өзі білмесе біреуден сұрау керек. Тура сол сияқты бүкіл 4 мазхабтың да дәлелдерін бұл білу керек деп жатыр.
әл-мустамала амал етіліп жатқан 4 мазхаб, және әл-мундариса оқылып жатқан дәріс ретінде жалғасын тауып жатқан 4 мазхабтың баршасының дәлелдерін білу керек. Ва aqwali уламаиха, және сол 4 мазхабтың ғұламаларының сөздерін барлығын білу керек. Хатта ла якаду яхфа алейхи далилун мин адиллатихим, оларға сол 4 мазхаб ғалымдарының ешбір дәлел оған жасырын болып қалмау керек. Вала қаулун мин aqwalihim, және олардың сөздері де оған жасырын болып қалмау керек. Фи умурин ау манхийин ау мубахин, және бір бұйырған істер болсын, немесе тыйылған істер болсын, немесе мубах рұқсат етілген істерден болсын, баршасын бұл адам білу керек деп жатыр. Демек біз өзіміз ондай деңгейге жетпедік па, бірақ біз не істейміз, бір амал жасағымыз келіп жатса, соны білетін адамдардан сұраймыз. Бұл Құранда бар, хадисте бар, немесе ғұламалардың 4 мазхабтың біреуінде бар деді ме, біз оған амал етеміз. Егер жоқ деді ме, біз оған амал етпейміз. فَعْمَلْ يَا أَخِي عَلَى جَلَاءِ مِرْآتِ قَلْبِكَ مِنَ الصَّدَإِ وَالْغُبَارِ. Сондықтан бауырым амал ет дейді. Амал еткен кезде қалайнан? Жүрегіңнің тазалуына, жүрегіңнің жаңағындай айнасына үңіліп тұрып не істе дейді? Амал жаса дейді. Жүрегіміз біздің айнамыз. Сол жүрегімізге үңілген халде амал жаса деп жатыр. Қалайша? مِنَ الصَّدَإِ وَالْغُبَارِ. Жүрегімізге кіріп қалған жаңа бір тап басу, шаң басу, топырақ басу сияқты бір ластықтардан жүрегімізді тазалап барып құлшылық жасауымыз керек деп жатыр. وَعَلَى تَطَهُّرِكَ مِنْ سَائِرِ الرَّذَائِلِ, және басқа да бір жағымсыз қасиеттерден тазалануға амал жаса деп жатыр. حَتَّى لَا يَبْقَ فِيكَ خَصْلَةٌ وَاحِدَةٌ تَمْنَعُكَ مِنْ دُخُولِ حَضْرَةِ اللَّهِ تَعَالَى. Тіпті дейді, сол бойыңдағы кемшілік, бойыңдағы қасиет Алла тағаланы көруден сені тосып қалмау үшін деп жатыр. Яғни біздің бойымызда қаншалықты деңгейде жаман сипаттар көбейген сайын біз Алла тағаланы еске алуда азайта береміз, және Алла тағаладан алыстай береміз. Сол үшін хадратулла, яғни үнемі Алланың алдында тұрғандай деңгейге жету, ол оңай деңгей емес. Біз өзімізді тазартуымыз керекпіз, өзімізді соған дайындауымыз керекпіз. Ау хадрати расулихи саллаллаху алейхи вассалам, немесе пайғамбарымыздың қасында болу, пайғамбарымызбен жүздесу үшін де біз не істеуіміз керекпіз? Бойымыздағы жаман қасиеттерді тазалауымыз керекпіз. وَإِنْ أَكْثَرْتَ مِنَ الصَّلَاةِ وَالتَّسْلِيمِ عَلَيْهِ саллаллаху алейхи вассалам. Ал егер пайғамбарымызға салауат пен сәлемді көбейтетін болсаңыз, қараңыз, пайғамбарымызға салауатты көп айту, пайғамбарымызға сәлемді көп айту, бұл пайғамбарымызбен жолығуға ең үлкен себептердің бірі, және ертең қияметте пайғамбарымыздың хадистері көп келген бұл жайында. Сізді тез тануға себеп болатын нәрселердің бірі осы пайғамбарымызға көп салауат пен көп сәлем айту. Ертең біздің әрбір салауатымыз, әрбір сәлеміміз пайғамбарымызға жетеді, және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам біздің есімімізді, әкеміздің есімімізді айтып тұрып бізге қайтарады. Демек біздің есіміз ол кісінің саллаллаху алейхи вассалам есінде не болады? Жат болып қалады. Ертең қияметте айтады, маған көп салауат айтқан пәленше қайда деп іздейтін болады ертең. Сондықтан пайғамбарымызға жақындаудың ең ұлы жолдардың бірі ол салауат пен сәлемді көбейту. فَرُبَّمَا تَصِلُ إِلَى مَقَامِ مُشَاهَدَتِهِ саллаллаху алейхи вассалам. Осы пайғамбарымызға көп салауат айту арқылы пайғамбарымызды өңінде көру немесе түсінде көру деңгейіне адам баласы жетуі мүмкін. Уахия, яғни осы нәрсе көп салауат айту. Тариқу шейх Нуруддин аш-Шуни. Бұл шейх Нуруддин аш-Шунийдің жолы осы болған дейді. Яғни бұл кісінің тариқаты көп салауат айту болған. Уа шейх Ахмад аз-Завауи, тура сол сияқты Ахмад аз-Завауидің де жолы осы болған. Уа шейх Мухаммад ибн Дауд әл-Манзалауи уа жамаати мин машайх ил-Яман. Яғни осыдан да басқа ғалымдардың жолдары осы болған, көп салауат айту болған. فلا يزال أحدهم يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكثر منها حتى يتطهر من كل ذنوب. Қараңыздар, көп салауаттың жемістерінің бірі. Осы жерде айтып кетіп жатыр. Сол адамдар дейді, пайғамбарымызға салауат айтуды үзбей, тоқтамай жалғастыра береді. Және сол пайғамбарымызға салауат айтуды көбейте береді. Қай деңгейге дейін? Күнәлардан тазаланғанға дейін. Демек, көп салауат айту бізді күнәлардан тазартады екен. وَيَصِيرَ يَجْتَمِعُ بِهِ يَقَظَةً أَيَّ وَقْتٍ شَاءَ. Сөйтіп, көп салауаттың арқасында пайғамбарымызбен кез келген уақытта кездесе алатындай деңгейге жетіп қалады екен. وَمَنْ لَمْ يَحْصُلْ لَهُ هَذَا الْاجْتِمَاعِ. Ал енді кімдеген бұндай деңгейге жете алмаса, فَهُوَ إِلَى الْآنِ لَمْ يُكْثِرْ مِنَ الصَّلَاةِ وَالتَّسْلِيمِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْإِكْثَارَ الْمَطْلُوبَ لِيَحْصُلَ لَهُ هَذَا الْمَقَامِ. Бұл деңгейге жететіндей керекті деңгейде әлі көп салауат айта қойған жоқ демек бұл адам дейді. Яғни кімдеген бұндай деңгейге жетпесе, әлі керекті деңгейдегі нені
мөлшерді айтып отқан жоқ. Мысалға біреуі күніге 10 мың айтуы мүмкін. Сіз әлі көрмедіңіз бе? Бұл әлі аз деген сөз. Біреулер 15 мың айтуы мүмкін күніге салауат. Әлі пайғамбарымызды көре алмадыңыз ба? Әлі жеткіліксіз болып жатыр деген сөз. Көбейте бересіз, осы деңгейге жеткенге дейін. وأخبرني الشيخ أحمد الزواوي شيخ أحمد الزواوي жана осы пайғамбарымызға салауатты көбейтетін шейхтардың бірі еді. Осы кісі маған айтты дейді. أنه لم يحصل له الاجتماع بالنبي صلى الله عليه وسلم يقظة. Пайғамбарымызбен өңінде жолығу деген нәрсе қай кезде ғана болған екен? حتى واظب على الصلاة عليه سنة كاملة. Пайғамбарымызға бір жыл үзбей салауат айтқан екен. Қалайша? يصلي كل يوم وليلة 50,000 مرة. Әр күнде 50 мың мәрте пайғамбарымызға салауат айту арқылы, және бір жыл тоқтамаған екен. Осылайша бір жылдан кейін барып пайғамбарымызбен жолыққан екен. وكذلك أخبرني الشيخ نور الدين الشوني. Тура сол сияқты жаңағы Нуруддин Аш-Шуни маған айтып беріп жатыр дейді. أنه واظب على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا سنة. Демек бұл кісі бір жыл емес, бірнеше жыл пайғамбарымызға салауат айтты, не істеген? Айтуды жалғастырған. يصلي كل يوم 30,000 صلاة. Бұл кісі бір күнде 30 мың мәрте не істейтін болған? Салауат айтатын болған екен. Яғни бұл кісілер бір-бірімен сөйлесіп жатыр, үлкен ғалымдар бір-біріне айтып жатыр өмірінде болған нәрселерді. وسمعت سيدي علي الخواص رحمه الله يقول. ұстазым Али Ал-Хауастың бұлай деп айтқанын естідім дейді. لا يكمل عبد في مقام العرفان حتى يصير يجتمع برسول الله صلى الله عليه وسلم أي وقت شاء. Пенде пайғамбарымызбен қалаған уақытында жолға алатындай деңгейге жетпейінше, бұл айрфан деңгейіне, яғни Раббысын шынайы таныған деңгейге жете алмайды деген екен. Қараңыздар. قال وممن بلغنا أنه كان يجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم يقظة ومشافهة. және пайғамбарымызбен саллаллаху алейхи уассалам өңінде шынайы кездесетін адамдардың бірі, бізге жеткен адамдардың есімдері. Бұлар минас салаф, яғни салаф ғалымдардан Аш-Шейх Абу Мадин Ал-Мағриби, яғни осы кісі болған, Шейхул Джамаа. Шейх Абу Мадин Ал-Мағриби деген кісі пайғамбарымызбен өңінде жолығатын болған екен. Ва Шейх Абдуррахман Ал-Қанауи, бұл кісі де пайғамбарымызбен естейтін болған, өңінде жолыға алатын болған. Ва Шейх Муса Аз-Зули, бұл кісі де, Шейх Муса Аз-Зули деген кісі де пайғамбарымызбен жолығатын болған. Ва Шейх Абул Хасан Аш-Шазули, жаңа айтқанымыздай Шазули тариқатының имамы Шейх Абул Хасан Аш-Шазули. Ва Шейх Абул Аббас Ал-Мурси, бұл имам Шазулидің шәкірті, бұл кісі де пайғамбарымызбен өңінде жолығатын болған. Ва Шейх Абу Сауд ибн Аби Ал-Ашаир, яғни Абу Сауд ибн Абу Ал-Ашаир, бұл кісі де пайғамбарымызбен өңінде жолығатын болған. Ва Сайиди Ибрахим Ал-Мабтули, Ибрахим Ал-Мабтули, бұл кісі де пайғамбарымызбен естейтін болған, өңінде жолығатын болған. Бірнеше ғалымдар айтып кетіп жатыр. Ва Шейх Джалалуддин Ас-Суйути, және имам Шейх Джалалуддин Суйути да пайғамбарымызбен өңінде жолығатын болған екен. Кана яқулу, имам Суйутидің мынандай айтқан сөз бар екен. Раайту набия саллаллаху алейхи ва саллама ва жтамаату бихи яқазатан найифан ва саб'ина марратан. Пайғамбарымызбен өңімде 70 бірнеше мәрте жолықтым деген екен. Қараңыздар. Және де осыған қатысты ұстазым Абдуссалам Шаннарында бір айтқан оқиғасы бар еді. Бір күні бір ғалымның зияратына бір кісі барады екен. Сол кісінің зияратына барған кезде ол кісінің әдеті ешкімді қабылдамайды. Ешкімді қабылдамайды зияратқа. Өйткені үнемі бос емес, уақыты жоқ, машғул адам болады. Содан кейін ол кісі қатты жолыққысы келеді де, содан кейін үйіне барады. Үйіне барған кезде айтады, ол кісі ешкімді жолықтыра алмайды, уақыты жоқ, ешкіммен кездесе алмайды деп. Сол кезде жаңа кісі тұрады да дұға жасайды. Аллаға дұға жасайды. Бірақ пайғамбарымызда саллаллаху алейхи уассалам араға уәсилә салып дұға жасайды. Осы шейхпен кездесуді нәсіп етті. Сол кезде арт жағынан үйдің жаңағындай шейхтің баласы ма немесе жаңағындай біреу шығып ұстаздың рұқсат бергеніне не істейді? Кездесуге рұқсат бергенін хабарлайды, айтады. Сөйтіп енді жаңағы шейхпен кездеседі, әңгімелеседі, сөйлеседі, біраз отырады. Сосын кейін біраз отырып кетіп бара жатқан кезде не деп айтады? Тағы бір мәрте жолыққысы келетінін айтады. Сол кезде жаңағы шейх оған айтқан екен. Жаңа кімнен рұқсат сұрадың, содан рұқсат сұра, сол рұқсат берсек кездесеміз деген екен де. Қараңыз. Пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам араға салып дұға жасаған кезде пайғамбарымыздың өзі саллаллаху алейхи уассалам жаңа кісіге не істеген екен? Пәленшемен жолық деп айтқан екен де.
وأما سيدي إبراهيم المبتولي فلا يحصى اجتماعه. Ал енді мынау Ибрахим әл-Мабтули деген кісінің пайғамбарымызбен жолығуы бұған сан жетпейді дейді. Бихи لأنه كان يجتمع في أحواله كلها. Өйткені бұл кісі бүкіл уақытында пайғамбарымызбен бірге болатын болған. ويقول ليس لي شيخ إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Және бұл кісі деп айтқан, менің шейхім Расулулла деп айтатын болған екен де. Яғни сондай бір кейбір тариқат жолын ұстанатын ғалымдар болған, оның ұстазы тікелей Расулулла болған екен де ол кісілер. Ол кісілерге сол білімді шариғат береткен тікелей Расулулла болатын болған. ولنشرع في بيان جملة من الأحاديث الحاثة على اتباع الكتاب والسنة فنقول وبالله التوفيق. Енді қазір осы Құранға және хадиске еруге қызықтыратын, осыған шақыратын хадистердің баянына кірісейік. Сонымен былай деп айтамыз дейді. روى أبو داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه قال المنذري وهذا حديث حسن صحيح. Бұл хадисті Абу Дауд, имам Тирмизи, және Ибн Маджа, және Ибн Хиббан өзінің сахихында риуаят еткен. Және имам Мунзири бұл жайында не деп айтқан? Бұл хадис хасан сахих хадис деп айтқан. Анил Ирбад ибн Сарията радияллаху анху қала. Бұл кісі былай деп айтып жатыр. Ва'азана Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллама мау'изатан. Бір күні Алла елшісі бізге сондай бір уағыз айтты. Важилат минхал қулуб. Ол уағыздан жүректер қорқты. وَذَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُونَ. Көздерден жас ақты деп жатыр. Яғни сондай деңгейде әсерлі уағыз болған. فَقُلْنَا. Сосын енді сондай бір деңгейдегі ерекше уағызын көріп, сахабалар түсініп қойған ғой бірден. Сөйтіп пайғамбарымызға былай деп айттық дейді. Я Расулалла, я Алланың елшісі, كَأَنَّهَا مَوْعِظَةُ مُوَدِّعٍ. Бұл бір қоштасып атқан адамның уағызына ұқсайды екен. فَأَوْصِنَا. Ондай болса бізге бір өсиет айтыңызшы. Енді өте маңызды нәрсе сұрап жатыр пайғамбарымыздан. Бұл өсиет деген сөз, бұл өсиетке амал еткен адам ертең жемісі тек қана жәннат болады, болды. Бұл дүниеде қалайша біз адасып кетпейміз, қалайша біз бұзылып кетпейміз, қалайша біз басқа жаққа ауытқып кетпейміз. Осы жайында өсиет айтыңыз деген сөзді. Сол кезде фақала Алла елшісі саллаллаху алейхи ва саллям былай деп айтқан екен. Усикум битақвалла. Қараңыз, бұл Алла елшісінің сөздері. Әр сөзіне мән беріп қарасақ, усикум битақвалла. Ең біріншісі Алла тағаладан қорқу, тақуа болуға өсиет етем деді. Ең бірінші өсиеті. Екіншісі екіншісі бойұсыну. Тіл алу, тыңдау және итағат ету. Басшыға бойұсынуды айтып жатыр да бұл жерде. Тіпті сендердің басшыларың қол аяқтары, яғни ағза мүшелері кесіліп қалған құл сендерге басшы болған болса да, оған не істеңдер деп жатыр? Бойұсыныңдар деп жатыр. Өйткені сендердің араларында сендерден кейін өмір сүретін адамдар болса, мұсылмандардың өте көп бір-біріне қайшы келгендерін көресіңдер. Келесі өсиет қараңыздар. Және менің сүннетіме берік болыңдар. Және турашыл болған халифалардың сүннетіне берік болыңдар. Менен кейінгі болған тура жолда ұстанған халифалардың жолдарына бекем болыңдар. Осы сүннетке азу тістеріңмен жабысыңдар деп жатыр. Және дінде жоқ болған, дінде танылмаған, жаңадан шыққан істерден сақ болыңдар. Өйткені әрбір бидғат ол адасушылық. Және әрбір адасушылық ол дозақы деді. Және сол сүннетке азу тістеріңмен жабысыңдар деген сөздің мағынасы яғни әрбір біздің құлшылығымыз, иждихатымыз сүннетке сай болу керек. Бидғатпен болмау керек деп жатыр. Және сүннетке бекем болыңдар. Және соған жармасыңдар. Бір нәрсенің кетіп қалуынан немесе қолынан шығып кетуінен қорыққан адам қалайша тісімен, азу тісімен жабысып ұстап алғаны сияқты, сүннетке осылайша жабысыңдар деп жатыр.
وروى ابن أبي الدنيا والحاكم وقال صحيح الإسناد مرفوعا من أكل طيبا وعمل في السنة وأمن الناس بوائقه دخل الجنة. Қараңыз, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтып жатыр. Кім жақсы нәрсе жесе, яғни халал жесе, харамнан сақтанса, وعمل بالسنة, екіншісі сүннетке амал ететін болса, және үшіншісі وأمن الناس بوائقه, және адамдар оның пәлесінен, оның жамандығынан амандықта болатын болса, яғни ешкімге зиян тигізбесе деген сөз. Дахалал жанна, бұл адам жәннатқа кіреді деп отыр. Қалу я Расулалла, сол кезде сахабалар таңғалып айтып жатыр. Неге бұл сөз сахабалар айтып жатыр? Өйткені сахабалар пайғамбарымыздың шәкірттері, пайғамбарымыздан тәрбие алған кісілер. Бұлардың барлығы осы сипатпен сипатталатын болған. Сахабалардың барлығында осы сипат бар болған. Сол үшін бұлар не деп жатыр сахабалар? Инна хада, сіздің айтқаныңыз мынау сөз деп жатыр. Яғни халал жеу, сүннетке амал ету, және адамдарға зиян тигізбеу. Бұл сипат инна хада әл-яума фи умматика кафирун. Қазір сіздің үмметіңізде көп қой, бәрі бұған амал етіп отыр ғой деген кезде Алла Иса айтып отыр. Қала ва саякуну фи қаумин ба'ди. Яғни қалаил. Менен кейін де үмметтерімнің арасында бұндай сипатпен сипатталған адамдар болады деген, бірақ аз болады дегенді. وروى البيهقي مرفوعا من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد. Қараңыз қандай хадис. Имам Байхақи айтып жатыр. Имам Байхақи жеткізген хадисте кім үмметім бұзылған кезде, яғни мұсылмандар бұзылған кезде менің сүннетіме берік болатын болса, оған 100 шахидтің сауабындай сауап беріледі деген екен. Қараңыздар. وروى الحاكم وقال صحيح الإسناد على شرط الشيخين. Және имам Хаким риуаят еткен хадисте және айтып жатыр бұл жайында. Бұл хадис иснады сахих, Бухари мен Муслимнің шарттарына сәйкес деп жатыр. Марфуан ал-иқтисаду фи сүннати ахсану мин ал-ижтихади фил бид'ати. Қараңыз, қандай керемет хадистердің бірі. Аз жасалған, бірақ сүннетке сай болған амал. Ал-иқтисад дегеніміз шектеліп қалу, аз ғана амал жасау. Аз ғана, бірақ сүннетке сай аз ғана амал, бұл бидғат, көп жасаған бидғаттан қарағанда жақсы деп жатыр. Ахсану мин ал-ижтихади фил бид'a. Бидғатта ижтихадпен жасағаннан қарағанда жақсы деп жатыр. وروى الشيخان وغيرهما. имам Бухари және Муслим одан басқалар риуаят еткен хадисте عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. Омар ибн Хаттабтан радиаллаху анху жеткен хадисте Омар радиаллаху анху айтып жатыр. Қараңыздар. أنه قبل الحجر الأسود. Омар радиаллаху анху қажылық жасап жүріп қара тасты сүйеді. Сол қара тасты сүйіп жатқан кезде былай деп айтады. Қараңыздар. وقال إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع. Мен сенің тек қана тас екеніңді білем. Ешқандай зиян тигізбейсің және ешқандай пайда тигізбейсің. ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. Егер мен Алла елшісінің сені сүйгенін көрмегенде едім, мен сені сүймейтін едім деп жатыр. Демек, бұл кісілердің бүкіл амалдары не болған? Тек қана пайғамбарымызға сәйкес қана болатын болған. Не нәрсе пайғамбарымызға сай, пайғамбарымыз істеген болса істейді, ол істемеген болса істемейтін болған. Қазір баршамыз Меккеге қажылыққа, умраға барып қара тасты сүйуге асығып жатамыз ғой. Бірақ қара тасты сүю сүннет, бірақ адамдарға зиян тигізу бұл харам іс. Біз сүннет жасаймыз деп харам нәрсеге кірісіп кетпеуіміз керекпіз. Егер ол жерге бару мүмкін болмаса, егер ол жерге бару дегеніміз басқа біреуге зиян тигізетін болса, ондай болса біз алыстан ислам жасап өтуіміз керекпіз. وروى ابن ماجه وابن حبان في صحيحه. ابن ماجه және ибн Хиббан өзінің сахих хадисіне риуаят еткен хадистерде عن معاوية ابن قرة. معاوية ابن قرрадан жеткен хадисте عن أبيه өзінің әкесінен قال لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط. Пайғамбарымызды саллаллаху алейхи вассалам бір топ адамдармен жолықтырдым дейді. Фабайянаху, сөйтіп пайғамбарымызға баршамыз не істедік? Байғат бердік, серттестік, уәде бердік. Сол кезде пайғамбарымыздың халі қандай еді? Ва иннаху ла мутлақул азрар. Сол кезде пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи вассалам түймелері ашық еді, түймесі ашық еді. Қала Урват ибн Абдилла. Осы кезде Урват ибн Абдилла не деп айтып жатыр? Былай деп айтып жатыр, қараңыздар. Фама раайту Муауия. Муауияны да вала ибнаху, және оның баласын да ешбір көрмедім дейді. Қатту фи шитаин вала сайфин илля мутлақал азрар. Қысы жазы тек қана түймелері ашық болған халде ғана көрдім дейді. Яғни Алла елшісінің осындай халде болған көріп, соң нәрсеге не істеген? Еліктейтін болған. Ва фи риуаятин, басқа бір риуаятта илля мутлақатан ал-азра.
illa mutlaqatan azraruhuma. Бұлардың түймелері ашық болған халде ғана көрген еді деп. Яғни бізге бір сүннет, бізге бір хадис жететін болса, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам осы нәрсені істеді деген болса, бізге осы жеткілікті. Пайғамбарымызға махаббат қойған халде, пайғамбарымызды жақсы көргеніміз үшін біз оған не істейміз? Амал ете береміз. Варауа ибн Хузайма фи сахихихи. Ибн Хузайма өзінің Sahih hadisinde vel Beyhaqi және имам Бейхақи риwayet етіп жатыр. Ан Зайд ибн Аслам, Зайд ибн Асламнан قال رأيت ابن عمر يصلي محلولة أزراره. Ибн Умардың радиаллаху анху түймелері ашылған халде намаз оқып жатқан көрдім дейді. فسألته عن ذلك. Сосын одан сұрадым, неге сен олай намаз оқып жатсың деп айттым дейді. فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. Ибн Умар қараңыз не деп айтып жатыр? Алла елшісін осылай істегенін көрдім, сосын мен осылай істеп жатырмын деп жатыр. وروى الإمام أحمد والبزار. إمام أحمد және Базар риwayet етіп жатыр. عن مجاهد وغيره قال كنا مع ابن عمر في سفر. Bir күні Ибн Умармен бірге сапарда болдық дейді, қараңыз. فمر بمكان. Сөйтіп бір жерге келді де فحاد عنه. Ол жерде еңкейіп бүйтіп айналып өтті дейді сол жерде. Сол кезде не болды? فسئل لما فعلت ذلك. Адамдар таң қалып отыр. Неге олай істедің деп сұрап отыр. فقال сол кезде не деп айтып жатыр? رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا ففعلته. Алла елшісінің осылай істегенін көрдім де мен осылай істедім деп жатыр. Яғни Алла елшісінің істеді деген сөзі жеткілікті. Біз оған Алла елшісіне жақсы көрген халде, Алла елшісіне ерген халде осыны істеуге. وروى البزار عن ابن عمر. ابن عمرдан келген тағы бір хадисте أنه كان يأتي شجرة بين مكة والمدينة. Мекке мен Мединаның арасында сапар шегіп жүрген кезде, қазір умраға барғандар Меккеден Мединаға барады, Мединадан Меккеге келеді, пойызбен барамыз, көлікпен барамыз. Бірақ Ибн Умар сол Мекке мен Мединаның арасында сапар шегіп жүрген кезде бір талдың түбіне келіп не істейтін болған? Фаяқилу тахтаха. Сол талдың түбінде ұйықтап демалатын болған екен. Ва юхбиру анна набия саллаллаху алейхи ва саллам кана яфалу мисла залика. Сосын адамдарға айтатын еді, Алла елшісі осылай істейтін болған деп. Алла елшісі осылай істейтін болған деп айтатын еді. Варавал имам Ахмад ва гайруху. Және имам Ахмад және одан басқа жеткен хадистерде أن ابن عمر أناخ راحلته في مكان. Яғни келе жатып бір күні несін көлігін тоқтатады. Көлігін тоқтатып не істейді? فقضى حاجته. Сол жерге дәрет сындырады. وأخبر. Сосын не деп айтты? Былай деп айтып отыр, қараңыздар. أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى حاجته في ذلك المكان. Алла елшісі осы жерде дәрет сындырды деп айтып жатыр. وقال أحببت أن أقضي حاجتي في موضع قضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. Алла елшісі дәретін сындырған жерге мен дәрет сындырғым келіп жатыр деп айтып жатыр. Қазір мынаны түсіндіреді, неге олай? Қульту. Шейх Шарани етіп жатыр. وإنما تبع ابن عمر ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم. Пайғамбарымызға бұл жерде еруінің себебі في ذلك لأن الكمل. Өйткені кемел адамдар, дәрежесі жоғары адамдар не істейді? يستحيون من الأرض إذا قضوا عليها الحاجة. Егер дәрет сындыратын болса, сол дәрет сындырып жатқан жерден ұялатын болған екен де, қараңыздар. Хауфан ан такуна тилкал буқату мушаррафата. Не үшін одан ұялады? Сол дәрет сындырып жатқан жер қасиетті жер болып қалуы мүмкін. Қазір өкінішке орай адамдар оған мән бермейтін болған. Сол жер қасиетті, шарапатты жер болып қалудан қорқып не істейтін болған? Сол жерге дәрет сындырудан ұялатын болған. Ла таслуху лиқадаил хажа. Бәлки ол дәрет сындыруға жарамайтын жер болуы мүмкін. Бірақ та не болып жатыр, қараңыздар. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. Алла елшісінің сол жерге дәрет сындырғанын көрген кезде не болды? قال في نفسه. Өзіне айтып жатыр. لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علم أن تلك البقعة تصلح لذلك. Мынау сол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам дәрет сындырған жер дәрет сындыруға жарамағандай еді. ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам ол жерге дәрет сындырмайтын еді. Демек бұл жер дәрет сындыруға жарамды деп жатыр да. Осы үшін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам дәрет сындырған жерге дәрет сындырған да. قال الحافظ والآثار عن الصحابة رضي الله عنهم في اتباعهم له واقتفائهم سننه كثيرة جدا والله أعلم. حافظ айтып жатыр.
пайғамбарымызға еру жайында және пайғамбарымыздың сүннеттеріне ілесу жайында осыған қатысты сахабалардан жеткен әсарлар өте көп те жатыр. Wallahu a'lam. Келесі өсиет әл-ахду салис, үшінші өсиет фи фи'лил хойри лиюстанна бихи, яғни басқалар ерсін деп, менің артымнан қайталасын деп, жақсы амалдар жасау жайындағы өсиетке келдік. Осы жермен тоқтаймыз. Ва ахиру дa'wana анил хамдулиллахи раббил аламин. Нашхаду ан ла илаха илля анта, настағфирука, натубу илейк.